шіркін-ай, оймағауыз жазық маңдай-ау. Бұл ауыздан тараған, атадан бабаға тараған өлеңдер. Айналайын баян. Бұл өлеңде теңеу сөздер атқан таңдай, сосын жаққан шамдай. Әй бәрекелді. Сарғыш асық. Айттым ғой, сары асықтар қалған болар деп. Мына бір халық әнінен қазақтың салмақ өлшемін таба ғой. Болғанда өзі мұндай жүріс қандай, күлкісі көңіл ашар Гүлістандай. Көтеріп алақанға отырсам да, білінбес ауырлығы бір мысқалдай. Осы айтылған өлеңде мысқалдай деген өлшемдер табылады. Салмақ өлшемі, ол қазіргі тілде айтқанда 1 граммен теңеледі. Дұрыс, қошемет көрсетіп қояйық. Дәл таптым. Қандай таппышпын, Қошемет, сонымен басқа сұрақ қалмаған сияқты. Қоржынды қазақтар қандай кезде қолданған? Қоржынды қазақтар жалпы көшпелі ел деп атайды. Қоржынға қазақ өздерінің керекті әшекей бұйымдарын, керекті өздеріне заттарын салып жүрген. Олар сол көшпелі халық болғандықтан қоржын әрі ыңғайлы, әрі сөмке ретінде қолданған. Ардақты қазылар алқасы, ажарлы қыздарымыздың ақылы таразыға кеңінен тартылған шығар деп ойлаймыз. Ендеше аруларымызды келесі сайысқа дайындалуға жіберейік. Қошемет көрсетіңіздер қанекей. Ортаға ардақты ағайындар, көзіңнің мөлдірнай халық әнімен Мәдина Сәдуақасованы шақырамыз. Жалай, бар мекен біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін-ай. Не қалды қарайғандай, қалыс қалдай, ауылы қалқатайдың алыс қалдай, көзіңнің біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін-ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін-ай. Жалай, бар мекен біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен
ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ахан серінің әні Балқадиша. Орындайтын жігіттер тобы. Қыз едің абырайдың Балқадиша, бұралған белің нәзік шіркін Талғадиша-ай-о. 80 қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Хадиша-ай-о. Бұрында сауытайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзгай қарағым зар Хадиша-ай. Бізден сізге жанарым бар Хадиша-ой. Шіркін шал Хадишам-ой. Кетті де Балқадиша, естігенде тауыңда жыландының құшақтап еңіреп жылағаным-ау, еңіреп жылағаным-ау, жаным Хадиша. Қазақ қызының бойынан сұлулық пен мейірімділікті, парасаттылық пен сыпайылықты, тіпті қайсарлықта бар екенін жақсы білеміз. Қазақ қыздарының ішінде Құмар ханымның ерлігі қатты таңғалдырады. Азулы жауы кирдің басын шауып алып, қанға тоймай жүруші едің, енді міне тоятын болдың деп, кіжінгені өр мінезін аңғартпай ма? Бойынан ұлылық тұнған ұмаяна, даналығымен аңызға айналған домалақ,
тапқырлығымен танылған қарашаш аналарымыз, бертін келе ерліктің қос қанатындай болған Әлия мен Мәншүк. Міне, осы қайсар қазақ қыздары бүгінгі ұрпаққа өнеге. Солай емес пағайындар? Әрине, біздің сайыскер қыздарымыз да қайсарлықты паш етеді. Тек қана Құдайға шүкір, жаугершілік замандағыдай сын сағатта емес, мына бейбітшілік сахнада. Ал біз болса қайсарлық тақырыбын бұдан ары қарай жалғастырамыз. Бағана біз Әлия мен Мәншүкті тілге тиек еттік. Мәншүктің азан шақырылып қойылған есімі Мәнсия. Қошемет көрсетіп қояйық. Кішкентай кезінде ойнап жүрген кезде айналасындағы үлкендері атын кім деп сұрақ қойғанда Мәнсиямыз Моншақ деп жауап береді екен. Я, Моншақтай аруымыз желкілдеп тұрған жастық шағында қан майданға аттанды. Ұрыс даласында жүріп қолы қалт еткенде анасына хат жазады екен. Ардақты анашым, біз алға қозғалған күні және сол сағатта көп күткен сәлем сауқат пен хатты алдым. Маған бар болғаны бір алма тисе де, сондай керім қуандым. Маматай, біздің жеміс жидек, жалпы үйдің еш нәрсесін көрмегенімізге 2-ші жыл. Бәріңізге үлкен рахмет. Сондағы жолымыз сәтті болды. Әпкетай, біз ашық жылы күндерді көруден қалдық. Салқын, жаңбыр толастамайды. Штабта болғанымда жылы киімнің қажеті жоқ еді. Ал қазір сапта тұрғанда тоңазимын. Мінеки, сіздің 2-ші хатыңызды алып отырмын. Өзімнің балалық шағымда еріксіз еске түсіруге тура келеді. Әрине, әпкетай, мен сізді өте қатты сағындым. Тірі қалсам, соғыстан соң үйге келермін деп армандаймын. Менің тағдырым бірақ шатқаяқ. Басқаша айтқанда, сау қаламын деу қиын. Мен сізге, әпкетай, ашық жазып отырмын. Тек езіліп қынжылмаңыз, және ештеңе ойлап уайымдамаңыз. Егер қаза болсам, отан үшін, әкем үшін, және сіз үшін. Осылай дей келе, Мәншүк хаттың соңында анасынан әлде қандай затты салып жіберуін өтінген. Алдарыңызда тұрған сандықтың ішінде қандай зат? Кәнеке, әркім өзінің пікірін қысқа айтып шықса қалай білесіздер? Менің ойымша, ол анасынан бір өз отанының бір уыс топырағын беріп жіберуді сұрады. Топырақ салып жіберуін сұраған. Қандай? Мүмкін орамалын бер жерді деп. Орамал дейміз, я? Менің ойымша, тон немесе алма. Тон немесе алма дейді. Жаңа тоңдым дегеніне байланысты айтып тұрған ғой. Мәншүк өзінің анасынан айна сұраған болатын. Келесі? Менің ойымша, Мәншүк өзінің анасынан айна сұраған. Айна сұраған дейді. Жақындаңыздар. Менің ойымша, айна. Айна.
Менің ойымша бір уыс топырақ. Бір уыс топырақ. Менің ойымша айнаны тастайды. Айна. Бір уыс топырақ. Бір уыс топырақ. Түсінікті. Қарақат барлық аруларымыздан сұрап шықты. Ал мына жақта жауап берем деген сұлулардан сұрайық. Қанеки? Менің ойымша Мәншүктің жазған хатына қарай, ол өз жерінің жусанын салып жеруді, өзінің ауылында, отанында самсап өсіп тұрған, және де анасының ақжаулық орамалын сұраған сияқты. Рахмет. Мүмкін енді ол отан анасын сағынғандықтан анасының өз қолынан жасаған бір нәрсесі шығар. Нәрсесі. Сонда да сол қалпы бір нәрсе болып қалды ғой, Рахмет. Сіздің ойыңызша? Менің ойымша орамалға түйілген туған жерінің топырағы және жусан. Жусан және топырақ. Мәншүк негізінен анасынан жастайынан айырылған. Бірақ енді кестелі орамал деп ойлаймыз. Негізі Мәншүк батыр ару қызымыз анасынан айна сұрап, және де хатында жаулығың бар анашым, бірақ та суретің жоқ деп уайымдап еді. Анадан суретін және айна сұраған еді. Рахмет. Жауапты тыңдарыңыздар. Олай болса, қан майданға бораған оттың ортасында жүрсе де, әйел табиғаты сол қылдай нәзік күйінде қалады. Соғыс бәрін жойса да, сұлулықты, махаббатты жоя алмайды. Мәншүктің сұратқаны, бар болғаны кішкентай айна еді. Ол айна біздің қолымызда. Қошемет ағайындар. Ерліктің қос қанатындай болған Әлия мен Мәншүктің рухына мың тағзым. Әлия, Мәншүк жайлы әңгіме қозғасақ, Әлия жайлы ән шырқайық. Көпірдан небі суларын сүйіп өскен әсем гүлін құшаққа жиып өскен, жиып өскен, жиып өскен. Аққу құстың бейне бір бағасындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен, күйін кешкен, күйін кешкен. Әлия батыр қызы сен халқымның, Әлия ару қызы сен халқымның, ерге қосы кен даламның. Шолпан жұлдыз өзімсің, шоқтай жарық, көз алмаймыз көркінен. Тоқтай қалып, тоқтай қалып, тоқтай қалып, туған жердің төсінде мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің. Оттай жаны, оттай жаны, оттай жаны. Әлия батыр қызы сен халқымның, Әлия ару қызы сен халқымның, ерке қызы кен даламның.
Қарақат, осы біздің қазақта махаббат жайлы мақал мәтел көп қой, Әрине. Бірақ та қыздар жайлы мақал мәтел одан 10 есеге көп екен. Менің өзімнің санағанда, ерінбей санадымда, осы біздер ақындарымыз бар, афоризмдік сөздер бар, бәрін санаған кезде 325-ке жуық мақал бар екен. Олай болса екеуміз жарысып көрейікші, қызық болсын. Мен ана 325 мақалдың бәрін айтам қазір. Енді көрейік та. Бастаңыз. Мен бастайыншы. Баста. Қыз өссе, елдің көркі, гүл өссе, жердің көркі. Қыздар шапалақ қайда? Қызға 40 үйден тыйым. Қызға 40 үйден тыйым. Тағы қандай мақал бар еді? Жаңа 300-ден аса мақал білем деп тұрған емес пе едің? Қалжың айтып отырмын ғой. Қызы бардың насы бар. Қызым, сен тыңда, келінім саған айтам. Жақсы келін, келін, жаман келін, Құдай сақтасын, келсап. Әке көрген оқ жонар, ана көрген том пішер. Нәна, ойбай, басқа мақал. Келінің жақсы болса, керегең алтын болады деген тағы бір мақал бар. Жарайды, Ерғанат, сенейін. Көп мақал білетініңе сенейін. Жеңісті саған бердім. Жеңдің. Жеңісті маған бердіңіз ғой? Иә. Бірақ несіне әуре боласың? Қазылар бізге баға бермейді. Екеуміз бар болғаны айтпақшы, қазылар демекші маған тағы бір ой келіп тұр. Тағы қандай ой? Мен бірақ ештеңе білдірмеймін, қорықпаңыз. Осы қай сайысқа барсақ та, қай байқауда отырсақ та, қазылар алқасы отырады бүйтіп. Саралайды, даралайды, бағалайды. Солай емес пе? Бірақ Қарақат, осы жолы сол дәстүрді сіз екеуміз сәл-пәл бұзып, өзгеріс енгізіп, қазыларды сын садағына бір рет алсақ қалай болады? Өте жақсы ой. Құрметті көрермендер, қазыларымызды сынға алайық па? Ойынның шарты бойынша құрметті қазылар алқасы, ең бірінші отырған қазымыз мақал бастайды. Алғашқы мақалдың ішіндегі сөзге байланысты құралу керек. Сонымен дайынбыз ба? Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады? Ойбай! Өте жиі қолданатын мақалдардың бірі. Андағы мақалыңыз менің басыма жай тегендей дейді ғой. Енді қыз кезінде бәрі жақсы, жаман нәні қайдан шығады дейді. Бірақ оны сіз айтпай ақ қойыңыз. Сол қызға байланысты бір мақал айтсаңыз болады. Адамдық ақылда, сұлулық жүректе. Бәрекелді. Жақсы. Ағасы, адамдық ақылда, сұлулық жүректе. Жүрек жайында бір мақал. Сұлулық жайында, ақыл жайында. Қызың қылықты, ұлың ұлықты болсын. Қызым қылықты болсын, ұлым ұлықты болсын. Бұл әрі тілек, әрі бата, әрі мақал. Қареке? Қызым үйде, қылығы дүзде деген бар. Бәрекелді. Марат ағамыз, ой, бірімай Марат ағам, қандай мақал айтасыз? Қара шашты қарындасым басынан бақпен дәулет жарылқасын. Я, қарындасым дегенге байланысты. Ауру астан, дау қарындастан. Бәрекелді. Енді нағыз сөз зергері, айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбай 10 мақал айту керексіз деп. Сұрап алған аурудың емі болмайды. Ауру туралы айттыңыз ғой? Рахмет. Қыздың жиған жүгіндей, қыздың тіккен кестесіндей деген сөздер бар. Бұл тіркестер қыз баланың ұқыптылығын, тиянақтылығын аңғартады. Біз де қазір қыздарымыздың талғамын, қол өнер шеберлігін таразыға салатын боламыз. Мінекей, құрметті арулар, құрметті ханшайымдар, алдарыңызда 16 бірдей адам сұлбасы тұр. Егер сіздердің қолдарыңызда түрлі матамен тігін заттары да дайын, қазір андағы сұлбаға маталарыңызды іліп алыңыздар, тезірек. Сондай-ақ біздің қарсы болмасаңыздар, мынау әніміз, музыкалық нөміріміз біткенше өз қиялдарыңызға жүгініп, осы сұлбаларды киіндіру керексіздер. Немесе ой ұтуы керексіздер. Дайынсыздар ма? 16 қыздың құрметіне сахнада жігіттің серісі Нұрлан Әлімжан. Қарсы аламыз.
шабамын көңіл ашып, немін отшқа, не стоят на свете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей молодушка, сылқияй, ирқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, бәттимай, әшекей қызай жанай, мәлекей қыз бау жанай, шашпаулы қыз сәлимай, еркелеген тайысай, толықсыған марусай, тыңдаушы едау сәулемай, қайда кетті райысай. Я люблю тебя, рая. Қарағым айналайын черный көзім, никогда не забуду айтқан сөзің. Второй, третий сорттар толып жатыр, первый сорт қайдан тудың сенің өзің. Зүлқияй, ирқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, бәттимай, әшекей қызай жанай, мәлекей қыз бал жанай, шашбаулы қыз сәлимай, еркелеген тайысай, толықсыған марусай, тыңдаушы едау сәулемай, қайда кетті райысай. Я люблю тебя, рая. Ой, бірмай, қыздар-ау. Әшейінде үйлеріне барып шақырған кезде 40 минутта шықпайтын қыздарымыз 4 минутта киім тігіп тастапты. Ендеше аруларымыздан осы киімдерінің жасаған, өздерінің қиялдарына сүйініп жасаған киімдерінің тақырыбын сұрасақ, қалай аталады? Мінеке ағайындар, қошемет соқпайық, нағыз ғажап кешкі көйлек. Қалай аталады бұл өзіңіздің туындыңыз, төл туындыңыз? Менің бұл туындым құлпынай деп аталады. Құлпынай? Неге? Себебі бұл құлпынай тәрізді қызыл, әрі қара. Рахмет, түсінік. Бізге берілген барлық түстерді қолдандым. Қара, көк, қызғылтым, жасыл түстердің барлығы бұл қанық ашық түс болғаннан кейін адамға бұл түстердің барлығы өңін ашып, түрлендіріп тұрғандықтан бұны мен адамды жайнатып жіберсін деп жайна деп қойдым. Жайна, жақсы. Рахмет. Осы менің көйлек ежелгі грек стилінде жасалынған. Мен өзім классикалық стилді және грек стилді жақсы көремін, сондықтан да бұл көйлек Афродита деп аталады. Инь-ян деп айтар едім. Себебі бұл қара мен ақтың үйлесімділігі, яғни адам бойындағы жақсылық қасиетті, жамандылық қасиетті де үйлестіреді деп ойлаймын. Бәрекелді. Бұл кешкі сән көйлегінің бірі. Бұл туындыны мен қыз гүлі деп атадым. Қыз гүлі ма? Мен мына жерден бір әдемі көйлек көріп тұрмын. Қысқа нұсқа айтып өтсең. Мен осы өзімнің көйлегімді Сәния деп атадым. Оның себебі менің сіңілім Сәния деген, ол өте сәнқой, өзі атына сай келетін, киімдерді жақсы көретін, әсіресе қызыл, қара түстерді жақсы көретін сіңілім. Менің көйлегім кешкі сән көйлегіне жатады. Мен қызыл мен қара түсті алған себебім жаңа қара түс пен қызыл түс әрқашанда кешкі сән көйлегіне тән болған. Атын қалай атадыңыз? Атын кешкі сән көйлегі. Бұл туындыңызды не деп атадыңыз? Бұл туындыны әдемай деп атадым.